Hello friends, сәлем достар. Бүгін ағылшын тілінен алғашқы сабағымызды бастаймыз. First lesson, бірінші сабақ. Lesson сабақ. Saying hello. Hello деген сәлем деген сөз, яғни сәлем десу. Saying hello. Алдымен диалогты мұқият тыңдаңыздар. Solutions Elementary Class CDs by Tim Feller and Paul A. Davis. Published in copyright Oxford University Press 2008. CD 1. Introduction. Introduction A, Exercise 2. Hi, I'm Francesca. What's your name? Ben, nice to meet you. Nice to meet you too. How do you spell your name? Francesca. How old are you, Ben? I'm 16. What about you? I'm 17. Ал достар, енді осы диалогты өзіміз талдап көрейік, иә? Hi, I am Francesca. Сәлем, мен Францескамын дейді. Мысалы, Hi, I am Айгерім. Сәлем, мен Айгерім. I am. What's your name? What's your name? Сенің атың кім? What's деген негізі не деген сөз. Yo деген сенің деген сөз. Name деген ат, яғни сенің атың кім? Ben дейді. Nice to meet you. Қараңыздар, мына сөздер жеке-жеке алған кезде nice деген жақсы деген сөз. To meet танысқаныма, кездестіргеніме деген сөз. You деген сені, яғни сенімен танысқаныма қуаныштымын деген сөз. Nice to meet you. Nice to meet you too. Сені, соңғы жағындағы to деген сөз бар ғой, ол мен де деген сөз, яғни мен де сенімен танысқаныма қуаныштымын дейді. How do you spell your name? How деген қалай деген сөз. How do you spell you деген сен. Your name, яғни сен өзің, spell деген айту, произносить дейді ғой. Your name деген сенің атың, яғни сен атыңды қалай айттың, яғни дыбысталуы қалай деп сұрап жатыр. Francesca дейді, әріптермен жеке-жеке. How old are you, Ben? How old are you? Яғни how деген қанша. Old are you, Ben? Яғни сенің жасың қаншада, Ben? I am 16. Мен 16-дамын дейді. I am 16. Мен 16-дамын. What about you? Сен ше деген сөз. What about you? Сен ше? I am 17. Мен 17-демін. Ары қарай жалғастырамыз достар. Енді ағылшынша санап үйренеміз. Мұқият тыңдаңыздар. Introduction A, Exercise 6. Listen and repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 50. Достар, қараңыздар, сандарда мысалы 1-ден 10-ға дейін, барлығы түсінікті. Одан кейін 11-ден бастап 11, 11, 12, 12, 13, 13. Қараңыздар, 13-тен бастап 19-ға дейін барлығына тиін деген жалғау жалғанады.
Мысалы, 13, 3 деген 3, 13, 13. 4 деген 4. 14 болса 14. Соңына тиін жалғау жалғанады. 19-ға дейін осылай болады. Шатастырып алмаңыздар. Одан кейін 20, 20, 21, 21, 22, солай кете береді 29-ға дейін. Одан кейін 30, 30. Қараңыздар, уже 20-дан бастап 90-ға дейін, яғни 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 осыларға соңына ти жалғауы жалғанады. Яғни 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Одан кейін 100, 100 болады. Осылайша шатастырмау керек.